Сәлем құрметті тыңдарман, қазақша контентті қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар. Рахмет. Темір жол бойындағы разъезде тұрды. 3 қана үй. Кішкентай кезінен әкесі өзіне тиісті жол бөлігінде пойыз өткен сайын сары түсті жалау көтеріп тұрады. Пойыз жоқ кезде сол маңды жыл 12 ай тазалайды. Анасы отарба сәл тоқтағанда отырып кетеді де, келесімен қайта келіп түсіп қалады. Сөйтсе анасы сауда жасап, үйге азық түлік әкеледі екен. Көп балалы отбасы. Бірінен кейін бірі мектепке барды. Өздері тұратын ауданның шалғайдағы мектебі. Әкесінің 3 доңғалақты мотоциклі бар. Таңертең балаларды соған салып мектепке апарады, сабақтан соң алып қайтады. Қар қалың, нөсер жауғанда көліктері жүре алмайды. Кейде апталап сабаққа да бармайды. Кейінгі жылдары тұрмыс жағдайы төмендеп кетті. Әкесі қанша айлық алатынын білмейді. Жетпейді дегенді жиі еститін болыпты. Себебі бұрынғыдай емес, пойызда сауда жасауға тыйым салыныпты. Қажетті затты, азық түлікті анам саудадан түскен ақшаға қаладан таситын. Енді үйде отыр. Балалар өскен сайын олардың да талабы өсе түседі. Біртіндеп мектеп бітіреді. Олар да мына түрімізбен қалай оқытамыз? Мектептің талабы да жыл өткен сайын жоғарылап барады. Балаң заманауи сыныптарда білім алсын деп сұрағаныңды береміз ғой. Бірақ сол пердені жылда ауыстыра ма? Мемлекеттің бөлген қаражаты жетпейтін болғаны ғой. Мына оқулықты айтсаңшы, десе, әкесі оқулықпен көп балалы отбасыларына, шалғай ауылда тұратын оқушыларға беріледі деп жар салып жатады. Оқулықтар өмірі бізге жетпейді. Сонда айтылған заңдылықтардың орындалуын ешкім тексермегені де, дейді. Мен үйдің үлкенімін. Бауырларыммен жазда айдалада ойнаумен уақыт өткіземіз. Ауыл мектебінің кітапханасында әдеби шығарма жоқтың қасы. Бар болса, кітапханашы апай тек сонда отырып қана оқы деп айқайлайды да тұрады. 2-3 кітапты сабақтан шығып оқисың ба, үзілісте оқисың ба? Мектеп пен үйдің арасы тура 10 шақырым екен. Оны әкем мотоциклмен 30 минутте жүріп өтеді. Әкем келе алмайтын күндері болады. Сонда мен іні сіңлілерімді жинап жаяу келеміз. Автомобиль мүлде жүрмейді. Көрші ауылдың түйелері, жылқылары әр жерден қарай береді. Қасқыр таламақ түгілі бәрімізді жеп қойса да куә табылмайды. Бірақ Құдай өзі сақтап аман келеміз. Жоғарыда айтқан мал бізде де бар. Қой, сиыр, ешкіні таңертең айдап саламыз. Өздері жайылады. Жылқы да бар, тауықты да асыраймыз. Қазір анам мал шаруашылығымен айналысып кетті. Қымыз, сүт, айран, жұмыртқа сатады. Өзі барып емес, әкеме тиеп береді. Бізді мектепке тастай сала, әлгі өнімдерді өткізуге кетеді. Я Алла, пойыз келгенше кешігіп қалмайын, оң жолыңды бере көр деп ішінен күбірлеп отырады әкем. Сонша нәрсе сатылса да жеткізе алмай жатады атанам. Сөйтсем, өнімдерді көтерме бағамен өткізіп кері қайтады екен. Бұлай қарасаң, болмашы ғана. Есесіне азық түлік, малға беретін азық пен жанармай бағасы қымбат. Әкем түскен ақшаға артығымен жемшөп, жанармай алады. Қысқа дайындық жасайды. Қыста үйдің жылуы болмайды. Қанша от жақсаң да жылымайды. Әкем үй дұрыс салынбаған, пеші тіпті деп отынды үнемдеумен болады. Жөндетуге құрылысшылар мұндай жаққа келмейді. Аудан орталығына келсе, бір сиырды сұрайды екен. Сондықтан көмір ағашты аямай жағуға тура келеді. Оның барлығы біз үшін. Темір жол басшылығы тарапынан бөлінген көмір нашар екен деп жатады атанам. Мектепте жақсы оқимыз. Өйткені сабақ пен үй шаруасынан басқа айналысатын артық нәрсеміз жоқ. Теледидардың өзін әрең көреміз. Электр жарығы кешке қарай сығырайып қалады. Магнитофон бар, бірақ оның кассетасын жаңартпасақ
бір әнді қайталап та отырады. Бірде ата-анам, балалар ерте ұйықтаңдар, ертең орталыққа барып сендерге киім аламыз деді. Өздері ерекше көңілді. Анашым, неге мәз болып жүрсіздер? Бәріміз барамыз ба деп қоямын. Бірақ көкейімде шіркін, мен де сыныптағы қыздарға ұқсамайтын киімдер, сөмке алсам ғой деймін. Ертеңіне жолға шықтық. Мен ұйықтамадым десем де болады. Әкем мотоциклдің орнына УАЗ көлігін алған. 2 жылқыға айырбастады. Машинаны әкелген күні анам жаңа екен, көп сынбайды. Құдай бұйырса бала-шағамен қыдырамыз деп бізді айналшықтап, бетімізден сүйіп шыққан. Соған 10 бала артқы орындыққа, ата-анам алдына отырып, аудан орталығына келдік. Таң қалдым. Біздің отырған жеріміз әншейін қуыс секілді көрінді маған. Ата-анамыз басымыздан аяғымызға дейін киіндірді. Қапшық-қапшық азық-түлік алдық. Әкем мал базарына үлгеріп барып келді арасында. Көп ұзамай көлікке тиегіш арбасын сатып алды. Әкем тағы да мәз. Я жаратқан ем, бізді де елейтін кез келген бе? Балаларыма Алматыға 10 күндік демалысқа жолдама берді. Анасы, сен балаларыңды алып барасың деп, анамның қолына қағаздарды беріп жатыр. Құдайға тәуба, айтуды да ұмытпады. Пойызға отырдық. Бір қызығы өзіміздің үйіміздің тұсынан өттік. Әкем тұр, сары жалауын көтеріп. Қызық. Әкелерің бізге сәт сапар тілеп тұр, деді анам. Алматыдан керемет әсермен оралдық. Сабақ басталып кетті. Жексенбі отынға шықтық. Айналада қурай да қалмаған. Өйткені ауа райы қуаңшылық болды. Анам көмбеге нан жаппайды. Қалай екенін білмеймін, нан пісіретін тандыр пешін әкеліп орнатты. Жарықтық, тура домна пеші сияқты, отын шақ келмейді. От басымызбен бардық. Ай дала. Айналаны болар болмас сағым басып тұр. Мына жер тура жер кіндігі іспетті, дедім ішімнен. Осы жерге қала тұрғызамын. Сол арманымды Алла тағалам қолдағандай, әдебиет пәнінен менің қиялымдағы қала атты шығарма жаздық. Ұстаз арасында қала тұрғызу үшін не нәрсе қажет? Қаланың жобасын кімдер келтіреді деген сұрақтарға жауап айта кеткен. Архитектор, сәулетші сөзі құлағыңда жатталып қалды. Міне керемет, мен архитектор боламын, қала тұрғызамын. Мектеп бітірген жылы Алматыдағы құрылыс және архитектура институтына құжат тапсырды. Өте алмады. Сызудан құлады. Бірақ осы оқуға түспей тынбаймын деді. Сол үшін құрылыста істеді. 3 жыл қатарынан түсе алмаған соң амал нешік. Көлік және коммуникация академиясына келді. Темір жолшы отбасынан болған соң ба сынақсыз қабылдады. Мен жетпеген арманға ұл қыздарымды жеткіземін деді. Алайда олар шетелде білім алды. Басқа саланы таңдады. Қалайда менің балалық қиялымдағы қала тұрғызылуы қажет. Оған немерелерім жетсе де арманым жоқ. Сол серіктен бастаған еңбек жолы оны басшылық қызметке дейін жетеледі. Анасындай көп балалы бола алмады. Өйткені қызметтің соңында кетті. Ұлы елшілікке, қызы бизнесте бағын тапты. Туған жерін бүкіл бала-шағасы білсін деген ниетпен жол тартты. Құдайы тамақ берді. Ата-баба аруағына Құран бағыштатты. Туған үйінде тұратын адамдарға сый-сияпатын жасады. Нан пісіру үшін қурай жинайтын жасыққа бала-шағасымен келіп, қиялындағы қаланы суреттеп берді. Балалық шағы туралы сыр шертті. Қыз қиялындағы қаланы болашақтың еншісіне тапсырып, кері қайтты. Жылдар өткен соң жапаң дала көркейіп, Қазақстанның астанасы елордаға айналды.